Сәлем достар, біз бүгін көшпелі өркениет қазақ халқындағы медицинаның қалыптасу тарихы жайында сөз қозғайтын боламыз. Қазақтар жалпы ауруға мән бермейді. Салауатты өмір сүру арқылы ауруды жеңе білген дана халық. Ел арасында әзіл бар. Бізде қазақтарда аурудың тек екі себебі бар екен. Біріншісі көз тиді, екіншісі суық тиді. Сондықтан емдеуде де көбінесе мынандай әдістерді қолданды. Адыраспанмен аластау ол ерекше өткір иісі бар көп жылдық шөптесін өсімдік, немесе құйрық маймен сылау. Одан қалса жақсылап ұшықтау екен. Жалпы тарихқа тоқталсақ, 14 ғасырда халықты емдеу әдістері туралы кітап құрастырылған екен. Белгісіз жағдайда бұл кітап Қытайдың қолына түсіп, Қытай тіліне аударылды. Бірақ қытайлықтар біздің халқымызға деген адалдық көрсетіп, сол кітапқа сілтеме жасайды дейді Астана медицина университетінің профилактикалық медицина және тамақтану кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы Ерболат Даленов. Бір жыл бойы профессор әріптестермен бірге бұл еңбекті Қытайдан қазақ тіліне аударып, қазір 507 беттен тұратын кітап басылымға дайындалып жатыр екен. Қазақтардың ежелгі халықтық медицинасы көптеген ұрпақтардың тәжірибесі негізінде пайда болды. Қазақ дәрігерлері аурудың алдын алу немесе оны емдеу үшін әртүрлі тәсілдерді қолданды. Бірақ олар дәл диагноз қоюды да білген екен. Науқастың импульсы арқылы ғана біз ата-бабаларымыздың 160 түрлі ауруды анықтай алғандығын анықтадық. Тіпті олардың жөтелдің 14 түрі бар екенін ажыратып, әрқайсысын өзінше емдеген екен дейді академик Даленов. Олай болса, қазақ халқының мықты денсаулығының кепілі болған 7 құпияға тоқталатын боламыз. Бірінші құпия ол тамақтану. Дәстүрлі қазақ тағамдары Европа тұрғындарына қарағанда тым ауыр және майлы болып көрінеді. Бірақ ежелгі көшпелілер үшін бұл өте маңызды болды. Ет, майлы сүт өнімдері ұзақ уақыт бойы энергия мен жылуды сақтауға көмектесті. Ежелгі грек ғалымы Геродот скифтердің өмірін сипаттай отырып, таңғажайып сусын бие сүтінен жасалған қымыз туралы хабарлады. Қымыз, шұбат, айран және басқа да ашытылған сүт сусындары көп еттен кейін тепе-теңдікті қалпына келтіруге көмектеседі және туберкулез, анемия және тағы басқа сияқты аурулармен күреседі. Суық мезгілінде қазақтар қойдың майын қолданған. Шығыс медицинасында бұл адамға жылу беретін қуатты тағам болып саналды. Суықты денеден шығару үшін сорпалар, қой еті, құйрық майлар қолданылды. Айтпақшы, ғалымдар мұндай тамақты тіпті қорқынышты коронавируспен сәтті күресуге көмектесетінін дәлелдеді. Құйрық майды массажда да қолдана бастады, өйткені ол қыздыру қасиетіне ие. Қазірдің өзінде де көптеген адамдар балалық шағында жөтелгенде аналары немесе әжелері оларды иісті дәрімен ысқылап, жылы орап, содан кейін төсекке жатқызғанын есіне алады. Мұндай терапия өз нәтижесін осы уақытқа дейін беріп келеді. Екіншіден, емдік шөптер. Жыл бойы көшіп жүрген қазақтар өздерінің далаларында не өсетінін жақсы білді және өсімдіктердің емдік қасиеттерін сәтті пайдалана алды. 550 жыл бұрын атақты қазақ шөп дәрігері Тілеу Қабыл баба шөптен жасалған дәрілер туралы трактат жазған. Ол қазақ жерінің барлық аймақтарындағы шөптерді зерттеп, көптеген ауруларды қатерлі ісікке дейін емдеді. Оның трактаттары қазақ медицинасының факультетінің Шыңжаң ұйғыр автономиясының ауданында медициналық университетінде Қытайда ашылған негізге айналды. Оның рецепттері бойынша шөптерден жасалған дәрілер ғылыми түрде әзірленуде. Шартты түрде қазақтар емдеу үшін қолданылатын барлық дәрілік өсімдіктер күшті сергітетін, қыздыратын және іс жүргізетін болып бөлінді. Бүгінгі күнге дейін рауағаштан жасалатын дәрі-дәрмектерді пайдалану рецептілері іш қуысының ауруларын емдеуге, каламусты созылмалы диареяға, аршаны зәр шығару жүйесін емдеу үшін қолданған. Құрғақ жөтел кезінде науқасқа мия тамыры негізінде дайындалған дәрі әзірленген. Қазір жусан онкологиялық аурулармен күресу құралы ретінде зерттелуде.
Ал адыраспан мен гармала жақсы ұйықтататын, сонымен қатар жүрек айнуына қарсы пайдаланылады екен. Тағы бір ерекшелігі адыраспанның кейбіреулер оны бөлмені зұлымдықтан тазартады деп есептеді. Бірақ оның түтіні микробтар мен вирустарды өлтіретіндігі дәлелденген екен. Үшінші орында сынықшы. Жалпыға белгілі өнер сынықшылар туралы көптеген зерттеушілер жазды. Сүйек тіректері, аяқ қолдардың, тіпті жамбастың кез келген сынықтарын, сондай-ақ буындардың дислокациясын, созылуының барлық түрлерін оңай және дәл түзете алған. Сынықтардың сипатына және адамның жасына байланысты емдеу түрлерін білген дейді. Сүйектерді орнына салардан бұрын адам шөптен жасалған тұнбаның көмегімен жансыздандырылған. Ағаш шиналарды пайдаланып, жарланған жерді қошмамен ораған. Бұл қан айналымын жақсартуға көмектеседі екен. Төртінші орында массаж. Қазақ медицинасында массаждың бірнеше түрлері белсенді қолданылған. Солардың бірі үзу массажы. Массаж терапевттері қан айналымы бұзылған спазмодикалық бұлшықеттерді тауып, қан ағымын, лимфа ағымын, жүйке импульстарының өтуіне, қалыпқа келтіруіне көмектеседі. Осылайша бұлшықеттердің тамақтануын жақсартады. Массаж терең немесе үстірт болуы мүмкін. Ол тірек қимыл аппараттарының патологиясында, омыртқалы грыжада, ишемияда, сұйық тиюде қолданылады. Массаждың тағы бір түрі өс деп аталады. 1 жасқа дейінгі балаларға жасалады. Тірек қимыл жүйесін дұрыс қалыптасуы үшін нәрестелерге жасалатын массаж. Номер 5-ші қан шығару. Қазақтар бұл әдіске жиі жүгінетін. Олар денеден бұзылған қанды соратын сүліктерді немесе аспаптық әдісті қолданды. Қанның белгілі бір мөлшерінде капиллярлардан және ұсақ тамырлардан шығарылды. Қан кетуді тоқтату үшін жараларға ыстық шоқ қойылды немесе ескі күйдірілген жерді қолданды. Осылайша жара дезинфекцияланып және тоқтатылды. Қан шығарудың түрлері әртүрлі. Олар артеросклероз, гипертония, бас ауруы тағы басқалар. Қазір бұл техника Қазақстанда танымал болып келеді және оны хиджама деп атайды. Номер 6-шы гипноз және дыбыстық емдеу. Емдеудің бұл түріне көптеген адамдар күмәнмен қарайды. Іс жүзінде әрбір ауылда бақсылар болды. Әрине, олардың арасында алаяқтар мен шарлатандар да аз болған жоқ. Бірақ үмітсіз науқастарға өмір сүруге мүмкіндік бергендер де болды. Бақсы қобызда ойнаған кезде адамдар босансиды, ал домбырада ойнағанда керісінше көңіл күйді көтереді. Емдеу сеансына мұнда музыка, ән айту, отпен рәсімдеу арқылы ата-баба рухтары шақырылады. Транс кезінде бақсы науқастың жанын іздеу үшін басқа әлемдерге барады екен. Айтпақшы, кейбір нұсқаларға сәйкес бақ сөзі бақ түркі түбірінен шыққан дейді. Бұл қарау, көру дегенді білдіреді. Яғни сөздің мағынасы науқастың жанын іздеуші. Мұндай әдістер жүйке жүйесінің патологиясы, эпилепсия кезінде өмір сапасын жақсартуға көмектескен екен. Сонымен қасиетті 7-ге де келіп жеттік. 7-ші орында генетикалық аурулардың алдын алу. Қанның араласуы жоғары генетикалық ауруларды туғызатынын білген. Сондықтан жақын туыстарына некеге тұруына жол берілмеді. 7-ші атаға дейін барлық туыстар жақын деп саналды. Сондықтан әр қазақ өзінің шежіресін, 7 атасын жатқа білуі бекер емес еді. Бұл қатаң ережені бұзғандар қатаң жазаланды. Қазіргі таңда бұны генетика растап отыр. Көшпенділер өркениетіндегі қазақ медицинасы әлемдік өркениетте өз орнын таба білген. Видео ұнаса, пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз.